Кайырлы күн жерлестер, бүгін 24 қыркүйек, дәл қазір аудандық достық үйінде Алтын бауырсақ 2027 фестивалі өтіп жатыр. Фестивальдің басты мақсаты ұмытылып бара жатқан салт дәстүрлерімізді жаңғырту. Олай болса, назарларыңызға бауырсақтың пісіру жолдары. Алқаба ыстықты, Қойнауы Қарағайлы, гүлденген өлке Бесқарағай жерінде халықтардың салт дәстүрін, әдет ғұрпын, мәдени мұрасын насихаттау және өскелең ұрпаққа дәріптеу мақсатында аудандық достық үйінің ұйымдастыруымен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізіліп отырған Алтын бауырсақ 2027 фестиваліне қош келдіңіздер. Бауырсак, само название произошло от казахских слов бауырмасу, бауырласуға бауыр, что в переводе на русский язык значит стремление к объединению, родству, брат. В подобных условиях и приготовление хлеба отличаться должно было быстротой и легкостью, а также в учет брались непростые походные условия. Аудандық Алтын бауырсақ фестивалі жыл сайын 10 ауылдық округтер арасында өткізу дәстүрге айналған. Алайда биыл індетке байланысты өзіміздің шағын ортамызда этномәдени бірлестіктермен бірге міне дәл қазір сіздердің қатысуларыңызбен өтіп жатыр. Дәл қазір Алтын бауырсақ 2020 фестивалі аясында келген қонақтарымыз әжелеріміздің пісірген алтын бауырсақтарынан ауыз тиюде. Құрметті ауыл тұрғындары, бүгін біздің ауданымыздағы достық үйінде алтын бауырсақ акциясы өтіп жатыр. Біз енді ауыл тұрғындары осы ыстық бауырсақтың дәмін татуға жиналып, мынандай әжелеріміздің қолынан шыққан бауырсақтан дәм татып жатырмыз. Керемет, бүгінгі ауылымыз көркейіп өркендеп келе жатыр ғой. Осындай халықтың көңілін көтеретін, халықты жақсылыққа жоритын осындай салт дәстүрлі іс-шаралар өте беруге тілектеспіз. Әжелерімізге мыңда бір рахмет. Осындай біздің ауыл тұрғындарына ыстық қазаннан ыстық бауырсақ беріп, халыққа дәм таттырып жатқанына. Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Бүгін Бесқарағайда үлкен іс-шара өтіп жатыр. Достық үйімен ұйымдастырып, этномәдени осы мүшелері, аналар кеңесінің мүшелері бүгін осы Бесқарағай орталығында осындай бір үлкен фестиваль өткізіп жатыр. Пандемияға байланысты біздің осы 10 ауылдық округтың мүшелері, аудандағы осы үлкен кісілер келе алмай қалды. Алтын бауырсақ деген ол алтын қазына. Үлкен әжелеріміз, апаларымыз бауырсақтарын кесіп, соның түрлі бауырсақтарын көрсетіп, жастар осыны білсін деп, жастар осыны тоқыбасын деп, бүгін міне алтын бауырсақтың фестивалін өткізіп жатыр. Сол себептен Бесқарағай жасасын, мыңда бір рахмет, осындай міне достық үйімен ұйымдастырып, жастар осы бәрін ұйымдастырып жүрген, біз алғысымызды шексіз деп айтамыз. Мереке соңында достық үйінің ұйымдастыруымен мекеме қызметкерлеріне алтын бауырсақ акциясы өткізілді.